Ата-анаға құрметпен қараудың 7 себебі. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдарман қауым. Бүгін сіздерге ата-анаға құрметпен қараудың 7 себебін айтуды жөн көрдік. Ата-ананың өз баласына деген сүйіспеншілігі сондай күшті, сондай пәк, сондай риясыз, сондай көркем. Ал баланың ата-анаға деген сүйіспеншілігі сондай күшті бола алмайды. Көп жағдайда тіпті риясыз емес деп те айтуға болады. Алайда Алла тағала өзі жаратқан пенделерінің ата-анаға деген риясыз сүйіспеншілікті талап етеді. Құран аяттарында таухид сенімнен кейін адамдардан ата-анаға деген сыпайы қарым-қатынас талап етіледі. Раббың өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті. Сонымен қатар, қасиетті Құранда балаларға да қатысты лайықты түрде қарым-қатынас болу керектігі келтірілген. Алайда, балаларымызға деген сүйіспеншілік сөз бола қалса, кей кездерде біз шектен шығып жатамыз. Алла тағала бұл жөнінде былай айтқан: негізінде малдарыңды және балаларыңды сын деп біліңдер. Алланың қасында зор сыйлық бар. Бауыр етің балаға деген сүйіспеншілігің табиғи нәрсе. Бірақ ата-анаға деген сүйіспеншілік күш-жігер мен сабырды талап ететін құбылыс. Бәлкім, біздің сүйікті пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сол себепті де ата-анаға деген құрмет пен сыпайы қарым-қатынас туралы аз айтпаған шығар. Төменде сіздерге ата-анаға құрметпен қараудың 7 себебін келтіреміз. Бірінші, Алла тағала разылығына кенелу амалы. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай айтқан: Алла тағала разылығы ата-ана разылығында, Алланың ашуы ата-ана ашуы. Екінші, пайғамбарлар қасиеті. Алла тағала Құранда Яхия пайғамбардың алейхиссалам жеке бас қасиетін былай сипаттаған: әрі әке-шешесіне де мейірімді еді, соракер, күнәкер емес еді. Алла тағала Иса алейхиссалам жөнінде де тура осылай айтқан: мені шешеме мейірімді етіп, бір соракер және қиқар қылмады. Үшінші, жұмаққа апарар жол. Бірде бір сахаба пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, оны өзімен бір әскери жорыққа ала кетуді өтінеді. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, оның анасының бар жоғын сұрайды. Әлгі сахаба анасының бар екенін айтады. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, анаңның қасында қал, өйткені жұмақ ананың аяғының астында деген екен. Адамзаттың асылы Мұхаммед, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай айтқан: кімде-кім Аллаға бойынсынып, ата-анасының екеуінде бағынса, оның алдынан жұмақтың 2 қақпасы ашылады. Ал ата-анасының біреуіне бағынған жанның алдынан жұмақтың 1 қақпасы ашылады. Ал кімде-кім Аллаға бойынсынбай, ата-анасына бағынбаса, оның алдынан тозақтың 2 қақпасы ашылады деген. Төртінші, ең жақсы амалдардың бірі. Ибн Аббас келесі риуаятта келтірген: Алла елшісінен, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын: уа Алла елшісі, Алла алдындағы ең сүйікті амал қайсы деп сұрадым. Ол, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, уақытында оқылған намаз деп жауап берді. Ал келесісі қандай амал деп сұрадым. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ата-анаға деген жақсы қарым-қатынас деп жауап берді. Бесінші, ата-ананы құрметтемеу ауыр күнә. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын,
ауыр күнәларды тізбектей отырып келесіні айтқан: бұтқа табынушылық, ата-анаға бағынбау, адамды өлтіру және жалған ант беру. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай айтқан: ата-анасының екеуіне немесе біреуіне кәрілік жетіп, бірақ олардың баласының жұмаққа кірмеуі не деген қорлық. 6. Ата-ананың баласы үшін жасаған дұғасы әрқашан қабыл болады. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай айтқан: 3 пенденің дұғасы қабыл болатындығына еш күмән жоқ. Олар жәбірленушінің, жолаушының және ата-ананың баласына жасаған дұғасы. 7. Ешқашан ата-ананың қарызын қайтара алмайсыздар. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай айтқан: ұлы әкесін құлдықта көріп, оның құнын төлеп, сатып алып, азаттық бермейінше әкесінің қарызын қайтара алмайды. Құрметті тыңдарман қауым, осы тақырыпқа байланысты пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздерге мәліметтер ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз.